Баршаңызға сәлем. Менің жаңа YouTube каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басуларыңызды өтінемін. Сіздердің қолдауларыңыз қажет. Бүгін біз өте тамаша шығатын сметанник пирогын жасаймыз. Бізге қажетті заттар: ұн, қопсытқыш, разрыхлитель дейді, шекер, маргарин қажет. Бірінші ұнға ұн саламыз. Енді менің листім үлкен болғандықтан ұнды көбірек салдым. Әркім өзінің духовкадағы листіне қарап жасайды. Үстіне қопсытқыш саламыз. Шекер саламыз, сосын бір пиала шекер қажет етеді. Маргарин саламыз. Оны араластырамыз қолмен. Крошки болып шығу керек қамырымыз. Қолмен араластырамыз. Іртік-іртік қылып жасаймыз. Қолымызбен араластырамыз. Сосын 2 жұмыртқамызды саламыз. Мен 2 жұмыртқа істедім. Қамыр қылып, тоңазытқыш 30 минутқа қоямыз. Қамыр қыламыз осылай. Пищевой пленкаға или салфеткаға, пакетке саламыз. Енді бізге начинкасын дайындаймыз. Бізге керекті заттар: қаймақ, шекер, жұмыртқа, краситель. Әркімнің қалауы бойынша. Біреулер ванилин. Ванилин қоссаңыз да тіпті керемет болады. Мен өзім қызыл сметанник істеп жатқандықтан краситель қостым. Қаймақты магазиннің қаймағы болады. 20% қостым мен. Өздеріңіз қалауларынша қаймақты қоссаңыздар да болады. Қолдың былай қаймақ қоссаңыздар да болады. Магазиннің кез келген қаймақ болады. Шекер қосамыз бір пиала. Ванилиміз, красителіміз саламыз. Және жұмыртқамызды саламыз. Көп қозғамаймыз. 20-30 секунд қозғасақ жетеді. Духовкамызды ескерте кетейін. Духовкамызды алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз. Оған дейін қамырымызда дайын болып қалады. Начинкамызды дайындап болдық. Енді қамырымызды алып, листімізге қойып, жұқа қылып жайып шығамыз қамырды. Жан жағына шығарып жасаймыз қамырымызды. Салмасын, начинкасын, сосын начинкасын құямыз. Осылай жасаймыз қамырымызды. Жан жағына шығарып, начинканы құйған кезде төгіліп кетпестей болу қажет. Салмамызды құямыз. Духовкада 180 градуста 35-40-45 минутта піседі. Өте дәмді болып шығады. Көп затты қажет етпейді. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет дәмді болып шықты. Міне. Рахмет көргендеріңізге.